Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай дәмі ерекше болып шығатын, оңай жасалатын итальяндық пирог, 12 қасық деп аталатын пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен осылай 3 жұмыртқамызға 12 қасық қантымызды саламыз. Барлық өлшенетін құрамдағы қасықтың бірдей болғаны дұрыс. Екі есе болып көбейгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлық қосатын қоспаларымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Міне осындай болып шығу керек. Енді 12 қасық, ас қасықпен 12 қасық сұйық майымызды құямыз. Оның артынан сүтімізді тоже 12 қасық құйып, жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Енді миксерлеп болған соң бір лимонымызды алып, седрасын кішкене өткіземіз. Менде лимон кішкентай болғандықтан бір лимонды полный согын қостым, сығып. Сіздерде егер лимон дәу болса, жартысын ғана қоссаңыздар болады. Бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міне енді осыны араластырып аламыз. Кішкене араластырғаннан кейін үстіне 12 қасық ұнымызды бір чайный ложкамен разрыхлителімізді салып, біркелкі масса болғанша қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта 180 градуста пешімізді қыздырып қойсақ болады. Мен 22-лік формада пісіремін. Астына сары май жағамын. Сары майдың үстіне бір қасық ұн салып, жан-жағына жағып шығам. Сосын барып формама тестамды құятын боламын. Міне тестамыз осындай болып шығу керек. Енді осыны формамызға құйып, 40 минуттай пісіріп аламыз пеште. Мен пешімде 40 минут тұрды. Міндетті түрде зубочисткамен, либо шипашкамен піскен-піспегенін тексеріп аламыз. Міне осымен менің пирогым дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Менің балаларым да сүйсініп жейді. Сондықтан балаларыңызға да жасап берсеңіздер болады. Көп те уақыт алмайды. Видеоны соңына шейін көрген болсаңыздар рахмет. Сау болыңыздар.